Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Сыгаева Қымбат Сагидоллаевна. Бүгін химия пәнінен сендермен жаңа тарау көмірсуларды бастағалы отырмыз. Сабақтың мақсаты көмірсулар туралы түсінік қалыптастыру, глюкозаның құрылысы, табиғатта түзілуі, алынуы, жалпы қасиеттері, маңызы мен қолданылуы туралы түсінік беру және білімдерін кеңейту. Дамытушылық оқушылардың зейінін, танымдық белсенділігін, өзіндік пікірін қалыптастыру, ой өрісін, шығармашылық мүмкіндігін дамыту. Тәрбиелік оқушыларды сабақтың мазмұны бойынша алғырттыққа, өз бетінше ізденуге, бірлесіп жұмыс жасауға тәрбиелеу. Көмірсулар көміртек пен судан тұратын табиғи қосылыс. Көмірсулар үшке бөлінеді: моносахаридтер, полисахаридтер және дисахаридтер. Моносахаридтер гидролизденбейтін қарапайым зат. Маңызды өкілдеріне глюкоза, фруктоза, рибоза және дезоксирибоза жатады. Балалар, енді көмірсулар туралы қысқаша бейне жазбаға көңіл аударыңдар. Біз оларды картоп, кеспе және күріш сияқты крахмалды тағамдар мен конфет, джем секілді тәттілерден аламыз. Ол біздің ағзамызға энергия береді. Олардың бәрі өсімдік өнімдері. Көмірсулар біз тұтынатын тағамдардағы маңызды құраушылардың бірі. Барлық көмірсулар тек үш элементтен ғана тұрады: көміртек, сутегі және оттегі. Бұл атомдар әркелкі жолмен бірігіп, молекуланың екі негізгі түрін түзеді. Кішкентайлары моносахаридтер, ал үлкендері крахмал секілді күрделі көмірсулар. Моносахаридке жататын глюкозаның бір молекуласы 6 көміртек, 6 оттегі және 12 сутегі, жалпы саны 24 атомнан тұрады. Егер глюкозадағы 24 атомның орналасу ретін өзгертсек, балдың тәтті дәмін беретін фруктоза пайда болады. Бұл дара молекулалар жұптасып, өзге қанттарды түзе алады. Глюкоза мен фруктоза қосылып сахарозаны, яғни ас қантын береді. Сондай-ақ глюкоза өзара бірігіп, ұзын тізбекті мыңдаған молекулалар түзе алады. Мұндай полимерлер полисахаридтер деп аталады. Глюкоза мономерлерінің қосылу тәртібі түзілген күрделі көмірсудың қасиеттеріне әсер етеді. Түзу тізбектер берік целлюлозаны түзіп, өсімдіктердің құрылымын қамтамасыз етеді. Крахмалдағы тізбектер айнала отырып, глюкозаны шағын буындарға бөлу арқылы энергияның үлкен қорын жинайды. Тамақты жұтқаннан кейін крахмалдағы ұзын молекулалар ас шекпен сілекейіміздегі ферменттердің әсерінен глюкозаларға қайта ыдырайды. Сөйтіп глюкоза қан айналымына түседі. Крахмалдың бұл тұрақты ыдырауы оның тәтті тағамдарға қарағанда энергияны баяу бөлетінін білдіреді. Моносахаридтер ішек қабырғалар арқылы тікелей қан айналымына жете отырып, лезде энергия бөледі. Алайда глюкозаның крахмалдан баяу бөлінуі қан құрамындағы қант деңгейінің тұрақтылығын сақтауға көмектеседі. Сол себепті крахмал біз тұтынатын көмірсудың негізгі бөлігі болуға тиіс. Глюкозаның екінші атауы жүзім қанты.
Ол денеге тез және жеңіл сіңетін қанттың қарапайым түрі. Ол жеміс-жидектерде және балда болады. Денедегі суды қалпына келтіруге пайдалануға арналған ақ ұнтақ түрінде сатылады. Глюкоза моносахарид тобындағы көмірсутек. Тамақ өнеркәсібінде, медицинада және аналитикалық химияда реактив ретінде қолданылады. Өсімдік жемістерінде және жануар организмде болатын жүзім қанты. Адам организмде қандағы глюкозаның керекті мөлшері гликогеннің синтезімен ыдырауы арқылы тұрақтандырылады. Өндірісте глюкозаны крахмалдау, гидролиздеу арқылы алынады. Өздеріңіз байқап отырғандай, төменде глюкозаның құрылымдық, яғни структуралық формуласы көрсетілген. Ал фруктоза бұл глюкозаның изомері. Өздеріңіз байқап отырғандай, фруктозаның ашық тізбекті және тұйық 5 мүшелі құрылымы төменде көрсетілген. Фруктоза глюкоза мен қанттан тәтті балдың құрамында көп мөлшерде болады. Табиғатта глюкоза фотосинтез реакциясы нәтижесінде түзіледі. Қантты заттарды ең алғаш Бутлеров 1861 жылы кальций гидроксиді қатысында формальдегидтен алған. Глюкозаның өзіне тән қасиеттері. Спирттік ашу нәтижесінде этил спирт алынады. Сүт қышқылдық ашу нәтижесінде сүт қышқылы алынады. Май қышқылдық ашу нәтижесінде пропион май қышқылы алынады. Және толық тотығуы. Глюкоза адам ағзасында зат алмасу процесіне қатысады. Тамақ арқылы қабылданған крахмал қант сияқты күрделі көмірсулар ферменттің әсерінен ас қорыту жолдарына глюкозаға ыдырайды. Адам ағзасында глюкозаның негізгі бөлігі энергия қоры ретінде жұмсалады. Тірі ағза клеткаларында глюкоза оттекпен бірнеше саты арқылы біртіндеп тотығады. Нәтижесінде фотосинтез процесіне сіңірілген энергия бөлінеді. Глюкоза ағзада оңай қорытылып, энергия бөлетіндіктен денсаулықты нығайтатын дәрі ретінде медицинада қолданылады. Кондитер өнеркәсібінде мата өңдегенде пайдаланылады. Тотықсыздандырғыш қасиетіне байланысты айна және шырша ойыншықтарын жасағанда қолданылады. Глюкоза бағалы қоректік зат. Глюкоза жүзімнің және басқа өсімдіктердің шырынында болады. Оның қалдықтарынан өте маңызды полисахаридтер түзіледі. Глюкозаның сүт қышқылдық ашу процесін ауыл шаруашылығында маңызы зор. Мысалы, сүт қышқылды ашу арқылы айран, сүзбе, қаймақ, сүт өнімдерін алады. Капуста тұздағанда немесе шөпті сүрлемеге салғанда реакция нәтижесінде түзілген сүт қышқылы қышқылдық қасиет көрсетіп, өнімді шіруден қорғайды. Глюкозаның спирттік ашуы да практикада, мысалы, сыра жасағанда қолданылады. Енді глюкоза бұлар фруктозамен бірге өте тәтті қоректік зат, яғни көмірсу болғандықтан, тәтті нәрсені артық мөлшерде қабылдау қандай жағдайға әкеп соғады екен, сол туралы мамандардың кеңесін тыңдайық. Назар аударамыз. Адамның миы миллиондаған нейроннан тұрады, ал ол қанттың құрамында болатын глюкозаға тікелей тәуелді. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, құрамында қанты бар азық-түлік тұтынбаса, адамның ақыл-ойы да нашар дамиды. Кішкентай балалардың тәттіге құмар болуы да сондықтан, яғни ағзадағы қажеттілік. Егер сіз тәттіні көп жесеңіз, соғұрлым миыңызда белсенді жұмыс істейді. Оған нақты дәлел бар. Атақты физик, Нобель сыйлығының лауреаты Альберт Эйнштейн күніне жарты келеге жуық қант жеуді әдетке айналдырған. Өзінің жеке күнделігінде де ғалым былай деп жазады: мен тәтті жемесем, мүлде ойлана алмаймын. Сондай-ақ ұлы ғалымдардың біразы тәтті құмар болған. Италиялық химик Амедео Авогадро тортты жақсы көрсе,
Леонардо да Винчи жұмысына кіріспес бұрын міндетті түрде бал тұтынған. Ал француздың атақты жазушысы Альберт Камю күніне 2 келедей карамель кәмпиттерін жеп тауысқан деседі. Дегенмен де, кез келген нәрсені шамадан тыс қолдансақ, денсаулыққа зардабын тигізеді. Эндокринолог дәрігерлер соңғы кездері қантты есірткінің ең жеңіл түріне жатқызып жүр. Өйткені күн санап тәттіге құмар жандардың қатары көбейіп барады. Сондықтан қанттың өзін тұтынғаннан гөрі құрамында глюкозасы мол азық-түлікті көбірек жеген абзал. Олар түрлі дәндер мен кептірілген жемістер. Тәттіні көп берген жағдайда ол балада диабет ауруына шалдықтырады. Сонымен қатар әртүрлі аллергиялық аурулар бар. Және қант диабет ауруының дамуына да келіп соғуы мүмкін. Сонымен қатар семіздікке де әкеледі. Балымызда осы тез сіңірілетін көмірсулар құрамына жатады. Сол себепте балаларды балымыздаққа үйретпеу қажет. Егер сіз қанттан мүлде бас тарта алмасаңыз, орнын бал алмастырады. Оның құрамында ағзаға қажетті 2000-ға тарта элемент бар. Көбісі балды көп жесе тіске зиян деп ойлайды. Алайда айта кетерім, сіз балды қанша тұтынсаңыз да ағзаға кері әсерін тигізбейді. Керісінше тіске пайдалы. Ал қант тістің басты жауы екенін ұмытпаңыз. Міне, қанттың құпияға толы сыры осындай. Бір ескертеріміз, есте сақтау қабілетімді жақсартамын деп, тәттіні мөлшерден артық тұтынып, зардабын тартып жүрмеңіз. Сондай-ақ, тәттіні аз жегенде ағзаға зиян екенін ескергейсіз. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Енді балалар, бүгін көмірсулар тақырыбын, оның маңызды өкілі глюкоза туралы ақпаратты ала отырып, үйге тапсырма. Төменде берілген сұрақтарға жауап бересіңдер. Есепті шығару, глюкоза молекуласының құрамындағы көміртегінің массалық үлесін есептейсіңдер. Адам ағзасы үшін глюкозаның маңызы деген тақырыпта хабарлама дайындаңдар. Және глюкоза молекуласының моделін жасау. Балалар, тақырып түсінікті болса, сау болыңдар.